Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермендері. Бүгін мен сіздерге дүниежүзі тарихы сабағынан мәлімет бергім келіп тұр. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі сабағым ежелгі Үндістан тақырыбына байланысты. Азияның оңтүстігінде, Үндістан түбегінде орналасқан бұл керемет үнді өркениеті деген кезде біздің есімізге не түседі? Әрине, біздің есімізге үнділердің әдемі киімі, биі, киносы, тамағы, өзіне тән ерекше піл мәдениеті оралатыны сөзсіз. Бала кезімізден бастап үнді киноларына тамсанып өскендіктен біз үнді мәдениетін жақсы танимыз, иә? Дей тұрғанмен қазіргі Үндістанның жағдайымен ежелгі Үндістанның мәдениетін салыстыруға келмейді мүлдем. Өйткені сыртқы күштердің талан-таражға салуының нәтижесінде үнді мәдениеті кедейлену процесіне түсіп кетті. Енді бізге таныс ежелгі Үндістан мәдениеті қандай болған деген сұраққа бүгінгі сабақта жауап беріп көрейік. Екі ірі өзен Үнді және Ганг өзендерінің бойында біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтың ортасында ерекше үнді өркениеті қалыптасты. Бұл жерді қола өңдеуді игерген, қолөнердің көптеген түрлерін меңгерген, жазуы бар және әсем қалалар тұрғызған халық мекен етті. Олардың ең басты кәсібі егіншілік пен шаруашылық болды. Үнді өркениетінде археологтар Хараппа және Мохенджо-Даро қалаларының орындарын зерттеді. Сол заманда Мохенджо-Даро ең ірі қалалардың бірі болған. Қаланың орталығында билеушінің сарайы алып қамал тұрды. Ал олардың сыртында кең әрі тура көшелері бар қала аудандары орналасты. Мохенджо-Даро қаласын зерттеген кезде қазба жұмыстарының арасынан су құбырының жүйесі табылғандығы белгілі. Ал Хараппа қаласын зерттеген кезде ол да Мохенджо-Дароға өте ұқсас және өзінің керемет қайталанбас туындыларымен және архитектуралық ерекшеліктерімен көркемделген және ол жерлерден өте көптеген тұрмыстық заттар, еңбек құралдар және ешеге бұйымдар табылған болатын. Біздің заманымызға дейінгі 18-ші ғасырдың соңында бұл ежелгі үнді қалалары құлдырауға ұшырады. Археологтардың зерттеуі бойынша бұл қалалардың мүлдем жойылып кетуінің бірнеше себебі болуы мүмкін. Енді соған назар аударып көрейік. Ең бірінші, Хараппа мәдениетін солтүстік шығыстан келген көшпелі тайпалар жойып жіберуі мүмкін. Екінші себеп ретінде үнді алқабындағы қалалар табиғи апаттардан кейін әлсіреп күйреуі мүмкін дейді. Өйткені қалаларды зерттеген кезде мынандай адамдардың жатысы мен қалдықтары табылғандықтан бұл жерде белгілі бір жерлеу дәстүрінің болмағандығы анықталды. Ендеше келесі себеп, үшінші үнді өркениетінің жойылуына адамдардың табиғи ресурстарды дұрыс пайдаланбауының да салдары мүмкін деген сұрақтың жауабын берсе, төртінші себеп ретінде үнді алқабында мүмкін өте кең ауқымда таралған індет салдарынан да жойылып кетуі мүмкін деп айтылады. Қандай болған жағдайда да өте керемет Мохенджо-Даро, Хараппа сияқты қалалардың жойылып кетуі әлі де құпия түрде қалып отыр. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың екінші жартысында солтүстік батыстан Үндістанның аймағына арий тайпалары кірді. Арийлердің келуі және олардың Үндістанда орнығуын ведалық кезең деп атаймыз. Сол кезде санскрит тілінде жазылған қасиетті кітаптар ведалар құрастырылды. Кейіннен арийлер мен жергілікті тайпалар бір халық болып қалыптасып кетті. Енді бұл жерде сұрақ дін туралы негізінде болған. Міндетті түрде Үндістанда мәдениет айтылған кезде құдайлар есімізге түсетіні белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 6-2 ғасырларда үнділерде брахманизм дінін ұстанды. Басты құдайлары ретінде Брахма
құдай алынды. Өйткені Брахма бүкіл әлем мен тәртіпті жаратушы дейді. Ал Брахма дініне сенетіндерді брахмандар деп атаған болатын. Брахма құдайдың Шива және Вишну деген достары бар деп айтайық. Көп құдайға табынушылық. Оның ішіндегі Шива құдай табиғаттың қиратушы күштерінің иесі болса, Вишну құдай адамзат өмірін жаратушы және оларды қорғаушы құдай деп есептелді. Брахманизмнің дамуы индуизмнің қалыптасуына негіз болды. Индуизмді бұрынғы құдайлардың барлығы сақталды, бірақ индуизмнің тарапынан адам жанының бір денеден екіншісіне көшуі, яғни реинкарнацияны мойындады. Олардың наным сенімі бойынша адамдардың келесі өмірде кімге айналуы оның қазіргі өмірдегі іс-әрекетіне байланысты дейді. Бұл заңды карма деп атайды. Индуизм дінін ұстаушылар сиыр және жылан сияқты өздеріне қасиетті жануарларға табынды және Ганг өзенін қасиетті деп санады. Үндістанның діндерін айтқан кезде біз міндетті түрде брахманды айтып өттік, яғни брахман адамдарды өзінің дене мүшелерінен жаратты және оларды касталарға бөлді деп санайды. Барлық адамдар өзінің тумасынан бастап ата-бабасында қай кастаға жатқызылды, сол кастадан екінші кастаға ауысуына қатаң тыйым салынды. Егер де олар бір кастадан екінші кастаға өтуге талпынатын болса, Брахма құдайдың қаһарына ұшыраймыз деп қорқытты. Үнділердің касталарға бөлінуі теңсіздіктің шығуына әкеліп соқты. Қазіргі күндегі Үндістанды алып қарайтын болсақ, мәдениетінің қаншама кезеңде артта қалуына, кедейшіліктің басым болуына, халықтың өте лас антисанитариялық дүниеде өмір сүруі мүмкін осы касталық жүйенің кесірінен болуы да әбден мүмкін. Енді Брахман, Шиву, Вишна құдайларынан басқа олардың сана сезімінде біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда буддизм қалыптасты. Бұл діннің негізін қалаушы Сиддхартха Гаутама. Гаутаманың түсінігі бойынша бақытсыздықты адамдардың өзі тілеп алады дейді. Яғни адам қандай тілек тілесе, ол оның өміріне айналады. Егер адам өз тілек ықыласын жеңетін болса, ол одан қолынан келмейтін дүниеге ынталануын тыятын болса, онда ол рахатқа бөленеді, шексіз тыныштық жағдайына, яғни нирванаға қол жеткізеді деп айтады. Гаутаманы ел Будда деп атап кетеді, яғни ол маңайына жарық сәуле таратушы, өте таза деген мағынаны білдіреді екен. Буддизмнің қасиетті кітабы Трипитака деп аталады. Буддизм әлемнің барлық көптеген елдеріне кеңінен таралғаны соншалық, буддизм әлемдегі мойындалған ең ірі 3 діннің негізіне айналады. Ең алғаш христиан, одан кейін буддизм, үшінші жас дін мұсылмандардың діні ислам. Ал Үндістанның өзінде негізгі дін ретінде индуизм сақталған. Яғни индуизм дегеніміз әлі күнге дейін олар Брахма құдайды табынып, оған қорғаушы ретінде сыйынады. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Ашока патша буддизмді қабылдайды. Ол буддизмді халықты біріктірудің негізгі жолы деп таниды. Патша пұтқа табынушылар үшін ғибадатханалар мен монастырлар сала бастады. Брахмандар осы патшаның негізгі қарсыластарына айналды. Өйткені олар өздерінің бұрынғы касталық жүйесін сақтауға талпынды. Нәтижесінде Ашока қайтыс болғаннан кейін мемлекет батыс және шығыс бөліктерге бөлініп кетеді. Яғни Ашоканың кезіндегі буддизм діні әлемге тарап кеткенмен, үнділердің арасында буддизм өте қатты сақтала қойған жоқ. Олар әлі күнге дейін карма, реинкарнация, каста жүйелерімен өмір сүреді. Енді сіздерге келесі видеода Үндістанның мәдениеті туралы айтатын боламыз, шаруашылықтары туралы. Бүгінгі видеоға назар қойып